Достар, ассалаумалейкум. Бүгін біз скутердің майын ауыстыратын боламыз. Скутеріміз обкаткадан шықты. Қазір 1591 1200 ауыстырым керек еді. Бұйырса 1600 ауыстырып жатырмын майын. Так, обкатка кезінде әр 300 км сайын ауыстырып отырасыз. 300, 600, 900, 1200 деген сияқты. Китайский 125 кубтық скутер. Осындай 4 тактылы май аласыздар. Осы жақсы май деп айтады, жалпы орташа бағасы арзан, 3,5 мың, 5 мың теңгелік бар деген сияқты қымбат түрлері де бар. Скутерді алған кезде қандай май ауыстырып бастадыңыз, соны қолдана берген дұрыс, қайта ауыстыра бермей басқа май түрлеріне да. Үй жағдайында жалпы мен өзімнің істеген жасайтыным осындай бір 2 литр баклажканы осылай қиямын да, мына жерін қиып қоямын, осының астына қоямын. Жалпы скутерден 800 мг май кетеді скутерге. Енді 800 мг-нан аздау май шығады ғой. Сол себепті 2 литр баклажка жетеді. Негізі осыны қоямыз. Содан кейін мына жерде мынаны ашамыз. Мына болыпты 17-лік. Соны ашамыз қазір. Сосын мына жерде шөпті ашып, бірінші майын шығарып аламыз ішіндегі қазір. Астындағы несін аштық. Енді бізде ақпайды, өйткені ауа. Ол үшін біз шөпті ашамыз жайлап. Шөпті ашқан кезде ағатын болады көрсе. Кетті, шөпті аштым. Май кетті. Осыны соңына дейін ағызамыз майын. Сосын майын ағызып болғаннан кейін астындасын жаппай тұрып, сәл май құямыз. Ішіндегі жаңа қалып кеткен қою, қалдық майлардың барлығын шығару үшін. Так, бізде май тоқтады қазір. Так, шөп салатын жеріне осындай жаңа баклажкадан қалған неден қиындысынан осындай не жасап аламыз. Қазір ішіне шамалы май жібереміз, таза май. Ішіндегі майлардың барлығын ағызып жіберу үшін. Достар, міне жаңа май барлығы ағып тоқтап тұрады. Сол үшін скутерді осы бетіне қарай, оң жағына қарай қисайтамыз. Абайлап құлатып алмай. Өзі қисайтқан кезде ішінен қосымша тағы қалдық майлар шығады. Сол майдың барлығын төгіп тастап, ішіндегісінің барлығын алып тастау керек. Содан кейін барып астындағы ашқан болтты қатырамыз орнына, 17-лік размердегі. Содан кейін таза майды құятын боламыз. Ішіндегі майдың барлығы ағып болған сияқты, оң жаққа қисайтып, төкпейін десең де мына жерге төгіліп кетеді ғой. Далаға төкпейін десең де төгіліп кетеді. Үлкенде ыдыс қойған дұрыс сияқты, негізі шелек па сондай. Қазір енді ана 17-лік астындағы болтты қатыратын боламыз. Бұйырса, сосын құямыз майды. Таяпсын. Май құйып бастайын деп отырық. Барлығын төктік. Құйып бастаймыз біздің. Ашық қой қою керек соны. Шасы құйынады. Бастысы астын қатырыңыздар, астын қатыруды ұмытып кетпеңіздер, барлығы далаға кетеді. Мынау шөптің қақпағында, то есть шөптің өзінде жазылып тұр 0,75 литр деп, яғни 750 миллиграмм құйылады екен май. Примерно 800-750 миллиграмм құйылады екен. Осы жерге дейін құйдым. Негізі оның алдында осыншама құйып едім, бірақ мен көп құйылған жоқ осы жолы. Осыған дейін 3 май ауыстырдым, мынау мен 4-еу. Енді бұйырса келесі май ауыстырған кезде, мына 3 көкті бір-біріне құйсам, яғни бір рет тағы ауыстыруға болады, үшеуін қосып, яғни қалған қалдықтарынан да. Содан кейін құйып болғаннан кейін мопедті қыздырып қоямыз, скутерді бір 10 минуттай просто қыздырып қоямыз. И болды, әрі қарай айдап кете берсеңіздер болады. Все, рахмет. Соңында дейін көргендеріңізге лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Каналға тіркеліңіздер, каналымызды дамытайық бірге.